Қош келдіңіз. Алда сізді керемет саяхат күтіп тұр. Бұл саяхаттан соң сіз өзіңізді жақынырақ тани түсесіз. Өзіңізге деген махаббат артады. Сізге не қажет екенін, бұл өмірде не маңызды екенін түсінесіз. Сізге бұл саяхаттың ұнары сөзсіз. Менің сізден сұрайтыным, бұл саяхатта өзіңізге еркіндік, мүмкіндік беріңіз. Ешқандай шектеу қоймаңыз. Сіз барлық жақсылыққа лайықты жансыз. Дәл қазір сізде көптеген әртүрлі сезімдер болып жатыр. Және бұл жақсы. Бұл дегеніміз тәніңіз бен жаныңыздың тыныштық табуы, рахаттануы. Ал енді санамызды бізге жаңа бақытты өмір сүруге мүмкіндік беретін жаңа ойлар мен мүмкіндіктерге толтырайық. Ең бірінші сізден ыңғайланып отырып алуыңызды сұраймын. Немесе ыңғайланып жатыңыз. Дәл қазір денеңізді қатайтып ұстаңыз. Жұдырықтарыңызды жұмыңыз. Қатты міне осылай. Ал қазір терең тыныс алып шығарыңыз. Енді өзіңіздің денеңізді босатсаңыз болады. Денеңізді босатқан сәтте өзіңіздің жүрегіңізді, ішіңізді, қолыңызды, иықтарыңызды, аяқтарыңызды сезініңіз. Бетіңізді сипалап қараңыз. Көзіңіз, кірпігіңіз, ерініңіз, ал енді құлақтарыңыз, мойныңыз, барлығын сезіндіңіз деген ойдамын. Енді тағы да терең тыныс алыңыз. Тынысыңызды шығарып жатқанда өзіңізді қауіпсіз жерде екеніңізді елестетіңіз. Ол жер биік тау болуы мүмкін. Немесе теңіздің жағасы болуы мүмкін. Мүмкін сіздің үйіңіз шығар. Ең бастысы, ол жер сіз үшін қауіпсіз болуы керек. Тағы да терең тыныс алыңыз. Ал дем шығарғанда ауамен барлық өміріңіздегі, яғни балалық шақтағы, ересек кезіндегі, дәл қазіргі сәттегі қорқыныштарыңызды шығарып тастаңыз. Енді көз алдыңызға қара бұлттарды елестетіңіз. Ол бұлттарды сіз арқанмен ұстап тұрсыз. Арқанды қолыңыздан жіберіңіз. Ол қара бұлттар ұшып кетті. Енді байқап қараңыз. Аспанда ешқандай қара бұлттар жоқ. Аспанға қарасаңыз, сондай әдемі жүректің кейпіндегі неше түрлі бұлттар. Қара бұлт мүлде көрінбейді. Бұл дегеніміз, сіз қорқыныштарыңызбен мәңгі қош айтыстыңыз деген сөз. Олар енді ешқашан оралмайды. Дәл осы сәтте жеңілдікті сезініңіз. Дәл қазір тағы да тыныс алыңыз. Енді өзіңізге деген өкпе-ренішті жіберіңіз. Адамдарға деген өкпе-ренішті. Ішіңіздегі қайғы-мұңды да жіберіңіз. Өзгелерді кінәлау, өзіңізді кінәлау сезімінен де арылыңыз. Олар сізге мүлде керек емес сезімдер. Дәл қазір жай ғана өзіңіздің жүрегіңізге тыныштық сыйлаңыз. Сізге күресудің қажеті жоқ. Өмірде өмір сүру өте жеңіл. Оны қиындатпаңыз. Сізге жаным тек
санаңыздағы ойларды өзгерту қажет. Ал мен сізге ол ойларды өзгертуге көмек беремін. Мен Аллахтан сізге жіберілген себепшімін. Мен мұны жасадым, мен ойымды өзгерттім. Және бір рет қана емес. Бұл дегеніміз сіздің де қолыңыздан келеді. Егер сіз жылағыңыз келсе, өзіңізді ұстамаңыз, жылап алыңыз. Бұл көз жастар қуаныштың көз жасы, бақыттың көз жасы деп біліңіз. Себебі сіз өміріңізді өзгерту үшін алғашқы қадам жасадыңыз. Ал енді тағы да терең тыныс алуыңызды сұраймын. Енді денеңіздің барлығын босатыңыз. Құдды бір аспанда өзіңізді ұшып жүргендей сезініңіз. Сіздің қанаттарыңыз бар деп ойлаңыз. Иығыңызды, көзіңізді, мойныңызды, көкірегіңізді барлығын босатыңыз. Денеңіздің барлығы босансыды деп ойлаймын. Мысалы, сіз тыныс алғанда келесі тынысты қалай аламын деп ойламайсыз. Себебі сіздің санаңыз сенімді, автоматты түрде сіз тыныс алатыныңызға. Сол сияқты жаным, дәл қазір сеніңіз. Сіз анаңыздың құрсағына біткеннен қазіргі күнге дейін бойыңызда тазартулар жүреді. Исцеление болады. Сіз жай ғана тынысыңызға мән беріңіз. Аллах Тағала бүкіл әлемді жаратты. Аллах тіпті әрбір кішкентай құмырсқа мен шыбынның не әрекет етіп жүргенін біледі. Сол үшін сіз ұмыт болған жоқсыз, және сіз жалғыз емессіз. Сізде Аллах және сіз барсыз. Сіз Аллахтың жаратқан ең сұлу, ең ақылды, ең мейірімді, ең иманды, ең бай, ең сүйікті, ең сүйкімді пендесі сіз. Сіз соны ешқашан ұмытпаңыз. Әрбір сіздің ойлаған ой, әрбір сіздің аузыңыздан шыққан сөз, сіздің болашағыңыз. Сіз жай ғана дене, мүсін, адам емессіз. Сіз дүниедегі ең ерекше жансыз. Сіздің көңіл күйіңізді түсіруге, өміріңізді қадағалауға, сізді ренжітуге ешбір адамның күші жетпейді. Себебі сіздің өміріңізді басқаратын тылсым күш. Ол сіз ғана өміріңізді басқара аласыз. Сізде дәл қазіргі сәтте күш, энергия өте көп. Енді ол энергияны сіз өміріңіздегі арман мақсаттарды жүзеге асыруға, өміріңізді жақсартуға жұмсайсыз. Есіңізде болсын, күн, ай, жыл, апта емес. Сіздің әрбір жаңа тынысыңыз жаңа өмір. Ал дәл қазір сіздің көзіңіз жұмулы деп ойлаймын. Енді көз алдыңызға өзіңіздің 4-5 жасар кезіңізді елестетіңіз. Көз алдыңызға өзіңіздің 4-5 жасар бейнеңіз келгенше елестетуді тоқтатпаңыз. Көз алдыңызға сіздің 5 жасар кезіңіз келді деп ойлаймын. Енді сол қыздың көзіне тік қараңыз. Ал енді ол кішкентай қыздың үстіндегі киімдеріне мән беріңіз. Киімі қандай екен?
Түстері ше? Сары, жасыл, қызыл, көк, ақ. Шашы қандай екен? Мүмкін бұйра, мүмкін тік. Кірпіктері сізге қалай қарап тұр? Енді бұл қыздан сұраңыз. Менен саған не керек? Мен саған қандай көмек, қолдау бере аламын? Саған не жетіспей жүр? Сен не қалайсың деп сұраңызшы. Жауабын алған боларсыз. Бұл кішкентай қызға махаббат керек. Өзін қауіпсіздікте сезінгісі келеді. Бақытты болғысы келеді. Барлық арман мақсаттарын жүзеге асырғысы келеді. Енді сол 4-5 жасар қызды кішірейтіңіз. Кішірейгенде сіздің жүрегіңізге сиятындай етіп кішірейтіңіз. Енді ол баланы жүрегіңізге отырғызыңыз. Тағы да уәде беріңіз. Өзіңіздің теңіздей махаббатыңызды мәңгі беріп өтетініңізге. Егер сіз өз жүрегіңізге үңілсеңіз, ол балақайдың сізге қазір қуанып, сізге алғыс айтып, сізге сеніммен қарап отырғанын көре аласыз. Көрдіңіз ба? Енді ол балақайдың көзіне қарап жымиыңыз. Дәл қазір сіздің ол балақайдың көзіне қарап жымиюыңызды сұраймын. Ал енді көзіңізді ашып, өзіңіздің қазіргі сәтіңізге оралсаңыз болады. Медитация сізге ұнады деген ойдамын.